Ақботаның үйіне 31 раушан гүлін жіберген Шерхан бүгінгі эфирде Ботадан жылап тұрып кешірім сұрады. Ақботаның Шерханға деген нақты жауабы не болмақ? Шерханның туыстары мен анасы Шерханға Бота жайлы тағы не айтты? Ержігіт пен Ботаның экс жігітінің не қатысы бар? Бүгінгі видеода осы жайлы айтатын боламыз. Шерханның үміткері қымбат ашуланып студияға кірді. Оның көңіл күйі жоқ. Себебі Шерхан бір рет кездесуге барып кейін мүлдем хабарласпай қалған. Қымбат Шерханға үміткер болып келгеніне өкінетінін айтты. Қымбаттың бұл сөзін естіген Шерхан мен не істеп жатқанымды білмеймін. Жүрегім тек Ақботаны аңсайды. Ұмыта алмаймын, жүрегім бос емес деді Альмира ханым. Иә, бәрі маған қарсы екенін білемін, Ақбота мен үшін әдемі деді көзіне жас алып Шерхан. Альмира ханым Шерханға қымбатқа неге айтпадың деді. Себебі қымбатқа сенбедім, ол Арсенді қызғандыру үшін маған келді, мен Ботаны ұмытпадым деді. Қымбат ашуланып Шерханға Арсеннің бұл жерде шаруасы жоқ деді. Шерхан ештеңе демеді. Альмира ханым қымбатпен қоштасты. Шерхан Ботаға қарап өзімнің жақсы көретін адамым алдында бақытты болғым келеді, мен махаббатым үшін күрескім келеді. Мен бұл қызды әлі де жанымнан көргім келеді. Қателігім үшін кешірім сұраймын, деді Шерхан. Шерхан ұзын әп-әдемі раушан гүлдерін Ботаға сыйлады. Бота гүлді алғысы келмеді. Шерхан гүлді Ботаның алдына қойды. Ақбота Шерханға мінезіңді өзгертпедің деді. Адамның көңілі бір атым Насыбайдан да қалады. Насыбайдан да басқасынан да жүрегім жараланды деді. Альмира ханым Ботаға Насыбай туралы айтпа деді. Бота бір сөйлесеміз, бірақ үміттенбе деді. Шерхан Ақботаның анасынан кешірім сұрады.